Жерінен сарматтарға тиесілі таңба табылды. Ғалымдардың айтуынша шамамен 4-ші ғасырда сарматтар бриттер жеріне келіп, мұнда кәдесі ретінде қалдырған. Бұл ағылшын ғалымдарының болжамы. Енді Қазақстан тарапынан зерттеу материалдарын салыстырып, сармат тайпалары мен бриттер арасында дипломатиялық қарым-қатынас болған-болмағанын, бұл таңбаның расында сарматтарға тиесілі екенін дәлелдеу қажет. Толығырақ Ұлыбританияның Рипчестер жерінен таңбаны түсіріп келген тілшіміз Әйгерім Ағылтаева баяндайды. Бұл Ұлыбританияның батыс аумағына жақын Рипчестер дейтін тарихи мекен. 5-6 ғасырларда көне тайпалардың бірі бриттер мекен еткен. Дәл осы Рибл алқабында Артур патша сарай салған. Бүгінде бұл ғимарат Рипчестер мұражайына айналыпты. 1970 жылы археолог Бен Эдвардс Рипчестер жерінен мынадай таңба тауып алады. Зерттей келе қазақ жерінде өмір сүрген сарматтар тайпасына тиесілі екенін анықтаған. Бен Эдвардс зерттеулері бойынша бұл таңба орталық Азияда өмір сүрген тайпалар қатан, яғни әлемнің басқа аумағынан біздің жерге келіп, өзара қарым-қатынас болғанын дәлелдейді. Басқа да мысалдар бар. Орталық Еуропа мен орталық Азия жерлерінде табылған таңбалар бар, яғни сарматтар Еуропа жерлерінен жеткен. Көне деректер бойынша сармат тайпалары қазіргі батыс Қазақстан жеріне еніп, Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жеткен. Орал, Тобыл өзендердің солтүстік сағаларынан Ембі өзені мен солтүстік Каспий маңына дейін, Мұғалжар тауынан Дон өзеніне дейінгі аумақты мекендеген. Кезінде скифтерді жақтап, кейін Митридатпен одақтасып, Римге қарсы соғысқан екен. Жаулап алу барысында сармат тайпаларының бірі ауырыстар римдіктерге көмектескен. Міне сол уақытта ежелгі Рим әскері өткен Рипчестерде сарматтар таңбаны кәдесі ретінде қалдыруы мүмкін. Бұл таңбаны тапқан археолог Бен Эдвардс қайтыс болғаннан кейін біз Британия мұражайына қойылған сарматтар таңбаларымен салыстырып қарадық. Енді Қазақстан тарапынан зерттеу материалдарын қарап, мұндағы таңбалармен салыстырып көрсе, тың тарихи деректер табылар еді. Бұл таңбаның көлемі 2 сантиметрдей. Әзірге таңбаның неден жасалғаны белгісіз болғандықтан мамандар оны арнайы температуралық қалыпта қараңғы жерде сақтайды. Ал мына сарматтар туралы анықтамалық бұрыш және таңба қазақ жеріне деген қызығушылықты арттырып отыр. Шынымды айтсам, Қазақстан туралы аса көп білмеймін, бірақ мынадай өте сирек кездесетін археологиялық ескерткіш біз үшін жұмбақ болғандықтан біз оған қызыға қараймыз. Сармат тайпалары сақтар туралы оқыдық. Сол арқылы Қазақстанның тарихынан аз кем хабардармыз.